Өрт сөндірушілердің барлық әртүрлі киімдері бар. Мысалы, олар бір улы газ болса, сол улы газ үшін өтте улы газдар өтпейтін киімдер киеді. Мысалы, қалың, қатты, қыста киетін, мысалы, аппақ, бірақ ондай түрлі түсті болмайды, аппақ болады. И оларда қызыл не бар, ол өртке арналған. Сонда киімдері көп бар. Өрт сөндіруші ол бір жерге өрт туса, ол келіп, адамдарды құтқарып, өртті сөндіріп кетеді. Ол адамды құтқарғанда өзін өлімге қияды. Сосын адамға қатты жағдай керек болған кезде ол адамға көмектеседі. Жараланған адамдарды 103 нөміріне хабарлайды. Өрт сөндіруші деген адамдарды құтқарады. Үйде болып жатқан жағдайларда 103 пен 102-ге звондауға болады. Олар бізді домда тұрған кезде бізге өрт сөндірушілердің қандай ережелері бар екенін түсіндіріп кеткен. Сол кезде көрдім. Біздің келесі домда өрт сөндіруші келіп, 2 адамды аман қалдырды. Адамдарды өрттеніп отқан жағдайда құтқарған. Сол кезде құтқарып бізді аман қалдырды. Мен сол кезде өрт сөндірушілерді бірінші рет көрдім. Өрт сөндірушілер белгілі жерде өрт болса, оны өзінің арнайы машинесі бар. Оның төбесінде үлкен жедел саты болады. Оның 2 түрі бар. Оның орташасы өте ұзыны. Сонымен көтеріліп өртті сөндіреді. Сосын адамдарды құтқарады. Өрт сөндірушілердің өз машинесі бар, су бар. Қосалада өртті өшіреді сумен. Оның өзінің құралдары бар. Ол бір шлангымен өртті қатты өрттенсе, оның бәрін өшіретін бір құралы бар. Өрт сөндірушілердің арнайы құралдары бар. Мысалы, олардың өртті сөндіруге арналған көбіктері бар. Сол көбіктер арқылы өртті сөндіреді. Өртті сөндіру үшін су және мен айтып жатқан көбік керек. Тағы биік жерден құтқару үшін арқан көмектеседі. Арқанмен олар биік жердегі адамды түсіріп алады. Бір адам арқанға байланып, төбеде тұрған екінші адамды құтқарады. Солай олар өрт сөндіру жағдайларын өртте жақсы орындап, адамдарды құтқарады. Патроншікке арқанды байлап, сосын алдыға қалай лақтырып, адамға қарай жеткен кезде адам соған оранып, сосын арқанды тартып адам құтқаруға болады. Суда берсе. Өрт сөндірушілер адамды құтқарады, мен жақсы көремін. Үйде өрт болған жағдайда өрт сөндірушілер шақыру керек. Терезені жабып, полицейскийлер мага тууралуу айта берди.